Сәлем достар, психология әлемі каналына қош келдіңіздер. Каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыз. 8-ші күн. Ішкі сәбиді сүю. Бүгін сіз айнадағы ересек адамның ар жағынан қарап, ішкі сәбимен жүздесесіз. Жасыңыз қаншада болса да, сіздің ішіңізде махаббат пен қабылдауға мұқтаж сәби бар. Айнадағы өз бейнеңізден ішкі сәбиді көріп тұрсыз ба? Бұл сәби бақытты ма? Ол сізге не айтқысы келеді? Сіздің ішіңізде өміріңіздің әр кезеңі тіршілік етіп жатыр. Сананың да, жадының да тереңінде. Егер бала кезіңізде бірдеңе дұрыс болмаған болса, сіз бәлкім кінәні өзіңізге арттыңыз. Балалар көбінесе мен жаман болған соң ата-анам мені жазалады деп ойлайды. Адамдар шамамен 5 жасқа келгенде өз ішкі сәбимен қарым-қатынасты үзе бастайды. Себебі олар өздерімен бірдеңе дұрыс емес деп ойлайды. Содан соң ішкі сәбимен байланысудан бас тартады. Біздің ішімізде ата-ана да бар. Көпшілігімізде ол ішкі сәбиді тоқтаусыз сынап ұрсып тұрады. Егер сіз өз ішкі диалогыңызды тыңдап білсеңіз, бұл дауыс сізге бәрін дұрыс істемейсің, сен лайық емессің деп айтып тұрғанын байқайсыз. Осылайша бізге бала кезде ата-аналарымыз сынап үйреткен, ал біз оны қабылдап, өзімізге бағыттап алғанбыз. Сен жеткіліксізсің, сен бәрін бұзып жатырсың. Осы сөздер санаға әбден сіңіп қалған. Қазір ересек болсақ та, көпшілігіміз ішіміздегі сәбиді елемей, бұрынғыдай оған қатыгезбіз. Дәл сол ескі мінез-құлық үлгісін қайталаймыз. Қандай жағдайда қорқып қалғаныңызды түсініңіз. Бұл қорқынышты сезініп тұрған ішкі сәбиіңіз. Ересек адам қорықпайды, бірақ егер ол өз ішкі сәбиінен алыстап кеткен болса, онда арада байланыс жоқ. Ересек пен ішкі сәби арасында өзара қарым-қатынас орнату керек. Сіз ішкі сәбиіңізбен қалай тілдесесіз? Бірінші қадам. Айнамен жұмыс арқылы ішкі сәбимен танысу. Бұл бала кім? Ол неге өзін бақытсыз сезінеді? Оған тыныштық пен қауіпсіздікті сезіну үшін не істей аласыз? Сіздің махаббатыңызды қалай жеткізе аласыз? 8-ші күн. Айнамен жұмыс. Өз жасыңыз шамамен 5 жастағы фотосуретіңізді табыңыз. Бұл суретті ваннадағы айнаға жабыстырыңыз. Осы суретке бірнеше минут бойы қарап отырыңыз. Не көріп тұрсыз? Бақытты бала ма? Әлде мұңлы бала ма? Айнадағы ол ішкі балаңызбен сөйлесіңіз. Суретке немесе өз көзіңізге қарап сөйлесіңіз. Қайсысы ыңғайлы болса, солай жасаңыз. Егер бала кезіңізде жарақат алған сезімдеріңіз болса, сол баламен сөйлесіңіз. Оған түсіністікпен қараңыз. Айна алдында отырып, көкірегіңізді ашып, ең терең шынайы ойларыңызды айтыңыз. Сөйлеп болған соң мына аффирмацияны айтыңыз. Мен сені жақсы көремін, сүйікті балақай. Мен сені жақсы көремін, сүйікті балақай. Мен осындамын, сен қауіпсіз жердесің. 8-ші күн. Жазбаша жаттығу. Бұл тапсырма үшін түрлі түсті карандаштар, бояу не фломастерлер керек. Қолданбайтын қаламмен, яғни күнделікті емес, өзіңіздің бала кездегі суретіңізді салыңыз. Еркін шығармашылық танытыңыз. Салған суретіңізді ваннадағы айнаға іліңіз. Сол суретке қарап, өз ішкі балаңызбен сөйлесуді бастаңыз. Бұл жаттығу ішкі балаңызды тану және емдеуге бағытталған маңызды қадам. Ішіңіздегі балаңызбен не істеп жатқаныңыз туралы сөйлесіңіз. Бұл сізге күлкілі көрінуі мүмкін, бірақ бұл әдіс шынымен жұмыс жасайды. Сіздің ішкі балаңыз сіз ешқашан оны тастамайтыныңызды, әрқашан қасында болатыныңызды білсін. Ол сіздің махаббатыңызды сезінсін. Тағы да атап өткім келеді. Айнамен жұмыс істеу бұл шынайы махаббат әрекеті. Әрине, өзіне деген нағыз сый. Айна алдындағы жаттығулар күн сайын өзіңізді сүюге көмектеседі. Өзіңді сүюдің ең жылдам жолы оны кінәлаудан, ескі сенімдерден арылу. Сіз мұны жасағанда, қазіргі сәтте өмір сүру мүмкіндігі артып, ішкі өсу басталады. Сіз ескі теріс
сенімдерді оңға ауыстырып, бала кезден естіген ойларды қайта жазасыз. Айнаға қарап тұрып, бұл аффирмацияларды қайталай беріңіз. Сол кезде өткенге байланған жүк жеңілдеп, сіз алға қадам басасыз. 8-ші күн. Өзіне осал болуға рұқсат беру. Егер бақытты болғыңыз келсе, өмірдің кереметтерін сезінгіңіз келсе, және шынайы тірі болудың не екенін білгіңіз келсе, өзіңіз бен айналадағы әлем арасындағы барлық қабырғаларды бұзып, өзіңізді осал болуға рұқсат беруіңіз керек. Өзіңізді толықтай көрсетуге мүмкіндік беріңіз. Бақытты болу үшін бас тартуыңыз керек нәрсе. Бірінші, қағаз бен қалам алыңыз. Өзіңіздің осалдығыңыздан қорқып, жақындарыңызбен бөлісе алмаған бір нәрсені жазыңыз. Бұл өткендегі бір оқиға, терең үміттеріңіз, қорқыныштарыңыз, реніштеріңіз немесе ешкіммен бөлісе алмаған кез келген нәрсе болуы мүмкін. Екінші, уақыт бөліңіз. Жазып болған соң бұл ақпаратты кіммен бөліскіңіз келетінін елестетіңіз. Ол адам дәл қазір алдыңызда тұрғандай көз алдыңызға келтіріңіз. Үшінші, терең тыныс алыңыз. 3 рет терең тыныс алып, жазғандарыңызды дауыстап оқыңыз. Тіпті бұл тек өзіңіз үшін болса да. Төртінші, жеңілдеуді сезініңіз. Әр сөйлемді оқыған сайын осы тәжірибенің ауыр салмағы иығыңыздан түсіп жатқанын сезініңіз. Бұл сізді еркіндікке жетелейді. Бесінші, қайталаңыз. Тағы 3 рет терең тыныс алып, жеңілдеу сезімін қайтадан сезініңіз. Құттықтаймыз, сіз бүгінгі тапсырманы сәтті орындадыңыз. Егер жазба ұнаған болса, комментарий қалдырып, лайк басуды ұмытпа.